Армысыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Тұрақты тіркестерге арналған сабағымызды бастаймыз. Қазақ халқында ақ түйенің қарны жарылған күн деген тұрақты тіркес бар. Тілімізде молшылыққа кенелу мағынасын беретін ақ түйенің қарны жарылу деген тұрақты тіркестің қалыптасуы халықтың мал шаруашылығына байланысты туындаған. Бұл тіркес туралы 19 ғасырда өмір сүрген қазақтың этнограф ғалымы Шоқан Уәлиханов мынандай түсінік берген. Төтенше жағдайда қанды жорықтан ең жақын туысы аман оралса, не көптен күткен әйелі ұл туса, өрісте жүрген ақ түйенің қарнына пышақ тығып алып қоя беретін дәстүр болыпты. Бүкіл даланы басына көтеріп боздаған түйенің дауысын ел естігенде, қуанышты жаңалықтың болғанын біліп,